Достар, бүгін чехол жасайтын боламыз. Сіздерге көрсетейін. Весі бізге весі қажет болады. Смола, отвердитель, стакандар, горелка. Мынау бізде клей. Одан кейін чехолымыз қажет болады. Қолымызға жұқса, влажный салфеткамен. Ендеше кеттік. Бізде мына чехол новый. Қараңыздар, енді мен осылай суретті шығарып дайындап қойғанмын. Суреттің размерін осылай апарсаңыздар, компьютерде өзі шығарып береді. Суретімізді қидық. Қазір бізге осындай бір биіктеу жерге жасайсыздар ғой. Примерно осындай болып тұрады бізде. Және де бетіне смола құятын боламыз. Қазір көрсетемін. Бізге 10 грамм ғана смола, 5 грамм отвердитель жетеді бізге. Нөл жетір, мына біздің весіміз. Бізге 10 грамм смола, 5 грамм отвердитель жетеді. 13 болды. Примерно 10 деп есептей береміз ғой енді. 13 грамм смола болды. Енді 5 немесе 6 грамм отвердитель қосып жібереміз. 5-6 грамм. Міне 6 грамм отвердитель болды. Енді жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қараңыздар, осылай жақсылап әдемілеп араластырасыздар. Қазір суреттің бетіне құятын боламыз бұны. Осылай қосып жібердім. Көріп тұрсыздар ма міне. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді чехолымызға осыны құятын боламыз. Ағып кетпеу. Міне көрдіңіздер ма? Шеттеріне ағып кетпеу керек. Осында жаймендеп енді таяқшаның көмегімен жақсылап жағып шығасыздар шеттеріне. Мына жақтан ағып жатыр, көрдіңіздер ма? Шеттеріне қарай ағызбауға тырысыңыздар. Мынаны астындағы суретті клеймен жабыстырып алсаңыздар жүдә жақсы болады да. Менде клей болмай тұрды. Клеймен жабыстырып алсаңыздар жақсы болар еді. Осылайынан жаймендеп жағып шығасыздар. Міне көрініп тұр ма сіздерге? Шетіне ағып кетпесін. Көрдіңіздер ме? Міне біздің чехолымыз уже дайын болып жатыр. Мына жақтан ағып жатыр. Абайлап жасаңыздар. Міне. Енді бетін өшіретін горелканың көмегімен бетін жаңағындай пузырьоктарын кетіретін боламыз. Қараңыздар. Тек қана ақ емес, басқа да жалтырақтар қосылып, басқа цветтермен, қара, көк, қызыл қылып, неше түрлі қылып жасауға болады. Қараңыздар, міне кішкене смоламыз қалып кетті ғой. Енді бүйтіп артық қосудың қажеті жоқ, бірақ ақпайтындай жаймендеп, аккуратно осылайынан жағып қоясыздар. Көп болса бұл бетінде ағып кетеді. Адамдардың бетінен жылтырақтарын шамамен азайтып тастайсыздар.
Біздің чехолымыз дайын болды. 24 сағат тұру керек. Ал достар, қараңыздар, чехолымыз дайын болды. Міне. Өте әдемі шықты. Қараңыздар. Жалтырап әдемі болып тұр. Мына жақта ешқандай артығы ештеңкесі жоқ. Ақпаған да жан-жағына. Қараңыздар, прям әдемі болып тұр. Осылай упаковка жасап, жаңағы істесеңіздер болады. Күшті шықты. Күйіп қалды.